Ал енді баста. 37, 35, 57, 46. Жақсы. Енді қалай шығарып жатсың, жолын көрсет. Ондық пен ондықты қосқан кезінде 30, бірлік пен бірлікті 3, 33. Тамаша, тағы. Ондық пен ондықты қосқанда 50, бірлік пен бірлікті 5, Барлығы? 55. Тамаша, осы жолмен шығарып жатсың, Ондық пен ондықты қосқан кезінде 40, бірлік пен бірлікті 5. Яғни мынаны жеке өзі не деп атайды? Бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш деп айтсаң да болады. Бірінші қосылғыштың ондығы мен екінші қосылғыштың ондығын қосқанда шыққан санды айтасың. Одан кейін бірінші қосылғыштың бірлігі мен екінші қосылғыштың бірлігін қосқандағы шыққан мәнін айтасың. Екеуін бір-біріне қоссам, мәні шығады. Иә? Жақсы, тамаша. Ондықты ондықпен қосқан кезінде 90 болады, бірлік пен бірлікті қосқан кезінде 9 болады, сонда 99. Тамаша. Енді бірінші санды қандай деп атаймыз өзін жеке атағанда компонентпен? 36-ны не деп атаймыз? Қосылғыш. Яғни бірінші қосылғыштың ондығы. Бірінші қосылғыш пен ондығының екінші қосылғыштың ондығы мәні 40 болады. Енді бірліктерін қос. Бірліктермен қосқан кезінде 8, сонда 48. Ондық пен ондықты қосқан кезінде 70, бірлік пен бірлікті 77. Тамаша. Ондық пен ондықты қосқан кезінде 80, бірлік пен бірлікті қосқан кезінде 8, 88. Жақсы, тамаша. Ондық пен ондықты қосқан кезінде 100, бірлік пен бірлікті 109. Бірлік ондық пен ондықты қосқан кезінде 60, бірлік пен бірлікті 5. 8, сонда 68. Тамаша, жақсы. Енді балалар, ауызша шығарып, неше минутта аяқтадың, соны маған жазып жіберіңдер. Мен сендерге тапсырма бердім. Осыны қанша минутта шығарғаныңды астына комментарийға жазып жібер.